Сәлем достар, бүгінгі видеода мен Майнкрафтқа қалай мод құру керек екенін үйрететін боламын. Ол үшін бізге Play Market керек. Play Marketке кіргеннен кейін Play Marketке мод на Майнкрафт еды. Жоқ, бізге мебель керек. Сондықтан да мод на Майнкрафт мебель деп жазамыз. Потом бізде мына мод на мебель в Майнкрафтпе деп тұрады. Сол приложениені скачать етеміз. Потом скачать еткен соң оны открыть, удалить деп тұрады. Біз жасыл жазумен тұрған открытты басамыз, потом оған кіреміз. Достар, мінекей бізде осындай модтар шықты. Әртүрлі қазір қосылады бәрі. Міне біздің мебель модымыз. Әртүрлі осындай модтар шығады. Потом біз өзімізге ұнаған модты қосамыз. Мысалы менің мына модты қосқым келіп тұр. Установить дейміз астындағы жазуды, потом установить деген тағы жазу шығады, соны басамыз. Потом осындай жазу, бұны X-ті басамыз. Play now. Потом Play now-ды басамыз. Ок дегенді басамыз қазір. Не сейчас. Бізде осылай скачать етіліп жатыр. Загрузка яғни. Не загрузка төбеде тұр. Қазір сол көшкеннен кейін, яғни загруз етіліп болған соң, открыть на телефоне деп тұрады. Соны басамыз. Потом Майнкрафт деген басамыз. Потом бізді Майнкрафтқа лақтырып жібереді. Қазір мен паузаға қоя тұрайын. Достар, міне бізде загрузить етіліп қосылып жатыр. Қазір бізде загрузка. Міне осындай төбеден не келу керек, сообщение. Импорт мира запушен деген. Потом қазір тағы бір сообщение келу мүмкін бізге. Мне спрос ресурсовые загрузки. Импорт мира успешно завершен деп там. Бізге осындай сообщениялар келіп жатыр. Потом біз играть басамыз. Осылай шығады. Потом бізде осылай өзі ең бірінші мирда шығып тұрады, достар. Осылай. Сол мирға кірсеңіздер, сол мод жаңа біз қосқан мод шығады. Көчіп қосамыз. Былай. Потом бізде осылай загрузить етіліп тұрады. Қазір бізде қосылады. Мне бізде загрузка қосылып жатыр. Загрузка наборов ресурсов ведет создание мира, генерация ландшафта. Қазір бізде загрузка біткен соң осындай жазулар шығады төбеде. Больше. Блин.
Қазір бізде загрузка басталмай жатыр что-то. Достар, міне бізде сондай мод, үйлер шығады, бассейн бәрі бар. Ал ендеше сіздерге менің модым ұнады деген айтамын. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк және подписка. Всем пока!